Сәлем құрметті достар, бүгін сіздермен құрамы оп-оңай печенье дайындайтын боламыз. Оған керекті 400 грамм ұн, 200 грамм май және де 200 грамм құмшекер. Одан кейін 2 түйір жұмыртқа, 1 шай қасық разрыхлитель қопсытқыш және де осындай әдемі кескіштер, формалар керек болады. Егер сіздерде форма болмаса, ешқандай қиын емес, пышақпен немесе стаканмен кессеңіздер болады. Бұл мәселе емес. Бұл печеньенің құрамы оп-оңай, кез келген ханшайымдардың асханасынан табылады деген сенімдемін. Бірінші, осындай үй жағдайында, үй температурасында еріп тұрған майды ыдысқа салып асықпай, және оның үстіне шекерімізді саламыз, құмшекерді. Екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Асықпай араластырып аламыз. Осылай араластырып тұрып, осы қоспаның үстіне жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Жұмыртқаны жарып салып, тағы да біраз уақыт араластырып аламыз. Бәрі бір келкі болып араласып, бір қоймалжың қоспа дайын болу керек. Одан кейін осы қоспаның үстіне ұн салып, жаймендеп тестімізді дайындайтын боламыз. Бұл печеньені кезінде менің анам бала кезімде дайындап беретін, оңай әрі өте дәмді. Соны сіздерге бүгін бөлісіп жатқаным. Онды үстіне саласыздар осылай, асықпай, араластырып, илеп, ешқандай түйіршіктер қалып қоймайтындай етіп, араластырып тұрып илейсіздер. Одан соң разрыхлитель қопсытқышты үстіне саламыз. Қоспамызды осылай араластырып тұрып, нанымызды илей береміз. Содан кейін қалған ұнымызды үстіне салып, жақсылап араластырып дайындайтын боламыз. Тестімізға 400 грамм немесе 350 граммдай ұн кетеді. Ол сіздердің ұндарыңыздың составына қарай. Нан илеп болғанда сіздің тестіңіз кішкене жабысқақтау болып шығады. Осы дайын болған тестіні сіздер аласыздар да, холодильникке жарты сағат қойып тындырып аласыздар. Міне осылай дайындап аламыз. Тестіміз осындай жұмсақ, кішкене жабысқақтау болып дайын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өте әдемі тесті дайын болады бізде. Сол тестіні аламыз қазір. Кезінде мамам айтатын, нан илегенде табағында ешқандай қамыр қалмау керек деп. Сол әдет маған сіңген. Қандай нан илесем де, бауырсақ илесем де, печенье илесем де, табада ешқандай ұн қалғанын қаламаймын. Осылай тап-таза етіп, барлығын түсіріп алып, қамырыма жапсырып илеймін. Ол да бір тазалықтың нышаны деп білем. Міне, тестіміз дайын. Осы дайын болған тестіні қазір осылай алып холодильникке саламыз.
холодильникте тұрса, ол кішкене тесто қатайып, жаңағы формамен немесе стакандармен кескенде сіздерге ыңғайлы болу үшін. Ал жабысқақ күйінде сіздер бірден жабыстырып жасайтын болсаңыздар, онда жаңағы печеньелеріңіз не тақтайға жабысып қалып, немесе формаға жабысып қалып, кішкене сіздерге ыңғайсыздық тудырады жұмыс жасайтын уақытта. Ал холодильникке қойып қатырсаңыздар, ешқандай ыңғайсыздық туындамайды, ысқан кезде де ыңғайлы, және формамен кескен кезде де өте ыңғайлы болады. Осындай салафанға салып, холодильникке жарты сағат тындырып қоясыздар, міндетті түрде. Міне жарты сағат уақыт өтті. Осылай тесталарыңызды 2 немесе 3 бөлшекке бөліп аласыздар. Ал мен бұл жерде 4 бөлшекке бөліп алдым. Бұл печеньені үйдегі балаларыңызбен бірге, бір демалыс күндерде бірге дайындасаңыздар, балдарыңызбен қарым-қатынастарыңыз жақсаруға, әңгімелесіп, балдарыңызбен сырласуға да өте күшті. Және кішкентай балдарыңыз болса, олардың қолдарының моторикасы дамуына күшті септігін тигізеді. Жалпы мен бала шағаларыммен бірге жүріп дайындаймын тағамды. Өздеріңіз байқап отырған шығарсыздар, видеода араласып кетіп жатқан балдарымның. Міне осылай дайындап ысып алдық. Енді міне әдемі формалармен өстіп кесіп аламыз. Шырша түрімен, жирекше түрімен әртүрлі осындай формалар алып қойсаңыздар болады. Ондай қатты керім қымбат емес, қолжетімді бағада формалар. Міне әдемі шыршалар дайын болып жатыр. Жирекшелермен. Және айта кететін, печеньені әрлегілеріңіз келсе, үстіне мак болсын, кунжут болсын, әртүрлі нәрселерді себулеріңізге болады. Неге? Или болмаса сухофрукты, шоколад, ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Сіздер қандай нәрсе қалайсыздар, немесе балдарыңыз қандай зат ұнатады, соған қарай дайындасаңыздар болады. Бұл жерде мен сіздерге 2 түрінен көрсетемін. Мак септім және құмшекер септім. Өзіңіздің фантазияңызға қарай дайындай бересіз. Ал мына жерде барлығын кесіп болдық. Артық қамырларды аласыздар. Қамырларды кескен кезде өте жиі араларын жақын етіп кессеңіздер, осындай қалдықтар өте аз қалады. Және де формаларыңызды алдын ала қағазын төсеп, асханалық қағазды төсеп, дайындап қоясыздар. Асханалық қағаз болған міндетті түрде сіздердің формаларыңыз бүлінбеу үшін. Және кесіліп дайындалған печеньелерді осылай кезек салып орналастырасыздар. Қағазды міндетті түрде салыңыздар. Егер осындай асханалық қағаз болмаса, сіздерде кәдімгідей дәптердің беті немесе А4 қағазды қойсаңыздар да болады. Формаға жабысып қалмау үшін және формаңыз таза болу үшін, пісіріп жатырған тамағыңыз таза шығу үшін, ол өзіңізге 2 есе жеңіл жұмыс деп айта аламын. Өстіп макты себеміз үстіне.
үйде не бар сондай затпен дайындасаңыздар болады. Дүкенге жүгіріп ешқандай ешнәрсе сатып алып қажеті жоқ. Енді тағы да нанымызды ысып, тағы да әртүрлі форма шығарып алайық. Нанды өте қатты жұқа аспасаңыздар, өте қатты жұқа асып жіберсеңіздер, печенье қап-қатты болып қатайып қалады. Орташа 3-4 миллиметрдей қылып қалыңдығын. 4-5 миллиметрдей қылып. Және мынандай етіп үстіне сикер сепсеңіздер. Сикер сепсеңіздер тіптен керемет болады. Әдемі қар сияқты жылт-жылт етіп дайындаған печеньелеріңіз дастарханның үстінде көздің жауын алып тұратын болады. Көрдіңіздер ме? Міне оқтаумен өстіп үстінен кішкене басып жіберсеңіздер, печеньелеріңіз әрі-бері көшпейді. Қазір формамен кескенде ыңғайлы болады. Ал енді жұлдызшалармен кесіп шығайық. Балам мына жерде жүрекше салып жатыр. Осылай балаларыңыз да қастарыңызда араласып, көмектесіп дайындап жүреді. Өздеріңізге де балаларыңызға да өте қызықты болады. Және де баланың есінде осы да анасының дайындаған тағамдары ол мәңгі қалады. Сондықтан да бала шағамызға көңіл бөліп, солармен бірге ұзақ уақыт жақсы, әдемі, есте қаларлықтай уақыт өткізсеңіздер болады. Мына жерде балықтар кетіп жатыр міне. Балықтар, жұлдызшалар, әртүрлі формада. Осылай кесіп болғасын, артық қамырларын аламыз барлықтарын. Менің балаларым бұл печеньені өте жақсы көреді. Міне бірінші партиясы дайын печеньелерімнің. Енді қазір бұларды духовкаға салып пісіріп аламыз. Духовканы 180 градусқа алдын ала қыздырып қоясыздар. Вентиляциялық режимге қоясыздар. Егер сіздерде бұндай духовка болмаса, газге, әсел пешке пісірсеңіздер болады. Өздеріңіз қандай пеш пайдаланасыздар, сол пешті пайдалансаңыздар болады. Әдемі болып пісіп жатыр. Егер және де менің каналыма жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар. 15 минуттың ішінде осылай печеньелеріңіз дайын болып шығады. Иісін айтсаңызшы, керемет. Үйдің барлығын алып кетті ғой. Осындай әдемі печеньелер дайын болды, көріп тұрғандарыңыздар. Ал енді екінші партиясын салатын боламыз. Бұл жерде айшы, грибок, күн тәрізді, кішкентай торай, әртүрлі формадағы печеньелердің легі кетті. Осылай әдемі печеньені дайындап алып, ыстық печенье мен ыстық шайды қолдарыңызға алып, өздеріңіздің отбасыларыңызбен бірге әдемі отырыс жасап, шай ішіп, әңгіме айтып отырсаңыздар болады. Ал құрметті достар, ас болсын. Егер менің видеом ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Арugүл. Келесі кездескенше сау болыңыздар.